Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздермен бірге мен, Байбулатова Майра, Алматы облысы Көксу ауданы Қалқа Жапсарбаев атындағы орта мектептің тренері. Біз бүгінгі шебер сыныпта іс-әрекеттегі зерттеу сұрағын баланс дөңгелегі әдісі арқылы құрастыру тақырыбында сөз қозғайтын боламыз. Шебер сынып мақсаты сабақты зерттеу үдерісі аясында қатысушылардың зерттеу сұрағын не арқылы құрастыруға болатынын түсінуге ықпал ету. Зерттеу сұрағы мына критерийлерге сай болуы керек. Оны 4 қадамға бөлеміз. Бірінші қадам нақты және түсінікті. Екінші қадам сұрақ жабық емес, ашық болу керек. Үшінші қадам сұрақтың жауабын әріптестер білмеуі қажет. Төртінші қадам сұрақ нақты негізделген проблемаға сәйкес болуы қажет. Ал енді іс-әрекеттегі зерттеу проблеманы шешуге бағытталған. Ол 3 қадам арқылы жүзеге асады. Яғни, бүгінгі шебер сыныпта біз осы 3 қадамды қарастыратын боламыз. Бірінші қадам проблеманы айқындау және негіздеуден тұрады. Екінші қадам проблеманы шешу жолдарын анықтаудан тұрады. Үшінші қадам зерттеу сұрағын құрастырудан тұрады. Баланс дөңгелегін Америка Құрама Штатының азаматы Пол Мейер ойлап тапқан болатын. Мақсаты анықтау, проблеманы жазамыз, маңыздылығын балдық жүйемен көрсетеміз, шешу жолдарын тауып, зерттеу сұрағын құрастырамыз. Яғни, біздің мектепте фокус топтың баланс дөңгелегін толтыру кезіндегі іс-әрекеті келесі слайдта көрсетілген. Ол 4 қадам арқылы жүзеге асады. Бірінші қатысушы, мәселен 5 сынып оқушылары, зерттеуші, қазақ тілі пәнінің мұғалімдері, мақсаты сұрақ салдары, ал фокусы сұрақтың себебі болмақ. Ал енді құрметті әріптестер, барлық фокус топ мүшелеріне баланс дөңгелегі ұсынылады. Олар өздерін мазалап жүрген проблемаларын баланс дөңгелегіне жазып, оны балдық жүйемен белгілейді. Бұл зерттеу сабағына қатысушы мұғалімдер Гүлназ Бекмұратқызы, Гүлбадан Тастыбайқызы және мен. Енді біз осы 3 мұғалім қазақ тілі пәніндегі жалпы біздің проблеманы жаздық. Яғни, мәтін мазмұнын айтып бере алмайды, сұрақтар құрастыра алмайды, оқушы үй тапсырмасын орындамай келеді, өз ойын еркін түрде жеткізе алмайды, мәтіндегі ақпаратты анықтай алмайды, оқушы сұрағымды соңына дейін тыңдамайды, оқушы мәтіндегі айтылған ойды өмірмен байланыстыра алмайды. Мұның барлығы біз үшін проблема. Ал енді нақтысын, маңызды проблемасын қалай анықтаймыз? Яғни, балдық жүйе арқылы бізде ең төменгі диаграмманы көрсетіп тұрған проблема, ол мәтін мазмұнын айтып бере алмау, сұрақтар құрастыра алмау және өз ойын еркін түрде жеткізе алмау, мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтай алмау болып табылады. Енді осы проблемаларды нақтылап алғаннан кейін біз проблеманың шешу жолдарын ұсынамыз. Біріншіден, мәтіндегі кілт сөздерді дәптерге жазғызамыз. Яғни, бұл мәтін мазмұнын түсіну үшін орындалатын қадам. Әр сөздің мағынасын түсіндіреміз, мәтін бойынша қарапайым сұрақтар қоямыз, жұптық жұмыс түрлерін қолданамыз, диалог құруға негізделген тапсырмалар береміз, еркін микрофон, автор орындығы әдісін, диалогтық оқытуды қолданамыз. Зерттеу сұрағын құрастыру үшін мына формуланы ұсынамыз. Қай пән, кімдерді, проблема, қалай үйретуге болады, немесе дамытуға, арттыруға болады. Яғни, алдымыздағы слайдта көрсетілгендей, мәтін мазмұнын айтып бере алмау, сұрақтар құрастыра алмау, өз ойын еркін жеткізе алмау, мәтіндегі ақпаратты анықтай алмау біздің проблемамыз.
Ал енді осының барлығын қосып, нақты бір проблема, зерттеу сұрағын тудыруымыз қажет. Яғни, зерттеу сұрағы мынадай. Қазақ тілі пәні бойынша 5-ші сынып оқушыларының мәтін мазмұны арқылы нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақты құрастыруды қалай үйретеміз? Ал енді құрметті әріптестер, зерттеу сұрағының түрлері сипаттамалық, өзара байланыстырушылық, салыстырмалы, себеп салдарлы болып бөлінеді. Осы жерде біздің зерттеу сұрағымыз себеп салдарлы. Мәтін мазмұнын түсіну, ақпаратты анықтау бұл себебі, бағытталған сұрақты құрастыру бұл салдары болмақ. Ал енді баланс дөңгелегінің тиімділігі неде? Зерттеудегі мұғалімнің визуалды, аудиалды, кинестетикалық жүйелері түгел іске асады. Фокус топ мүшелері өздерінің оқытуды жақсарту жұмысы бойынша пікірін білдіреді. Балдық жүйемен нақты проблема анықталады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі көріскенше аман есен болыңыздар.